Короче, 2005, 2004, 2003, 6, 7 жылғы Альфардтар. Мұн жақтағы өзінің бағасы 2 миллион теңге, 1.950.000 сондай примерно. Мына жақтағы бағасы. Бірақ бұл бағалар бізге қызық емес. Бұлардың Қазақстанға жеткізу бағасы біздің Қазақстандағы Альфардтардың бағасымен бірдей шығып кетеді. Ал қазір көбісі осыларды жаңағы өз бағасын айтып, ар жағын айтпай, Инстаграмға салып, барлығын кәдімгі арзан қылып көрсетеді. Әңгіме жоқ, мұн жақтағы бағасы арзан, бірақ ол бізге не қызығы бар, оны алмасақ егер, алдыра алмасақ, алдыртатын болсақ, Қазақстандағы бағалармен бірдей шығып тұрады, Сол, в общем, сондықтан мұн жаққа жетіп келіп жатқандар бар. Мен ойда машина арзан, жылы төмен машиналар арзан деп. Базар жылы жаңа машиналар енді конкретно 20, 21, 22 жылғы машиналарды біздермен салыстырған кезде арзанға алуға болады растаможкасымен. Сол, в общем, соны сіздерге құлағдар қылып қояйын деген ғой. Ассалаумағалейкум жігіттер. 2006 жылғы 3 Альфард, бесключевой доступ, багажник электро, 2 есік электро. Так, жүрген жүрісі 121 мың километр. Ана состояниесін қараңдар. Четко жасап қойған екен, көзге де көрініп тұр ғой. 2 люкпен, салонның тазалығы, жүректің тазалығы дегендей сияқты болып кетті ғой. Басын битіп түнген. Ешқандай бір беспонтовый көрініп тұрған жоқ. Так, есіктері электро, айттым. Шторы барлық терезесінде, барлығында бар. Сыртында да ешқандай дефект жоқ. В общем, көрініп жақсы екен. Четкий. В общем, нақты интерес бар жігіттер болса хабарласыңдар. Бағасын бұйырса келісеміз бұның. Алла бұйырса перекидкісі 3 күнде бітеді. Вакуум, печка, заслонка, фильтр, дворник. В общем, полный ауысады. Бесключевой доступ, ручкасы де ар жаққа ауысады. В общем, сондықтан үлгеріп қалыңыздар. Бұйырса бұл көлік 3-4 күннен дайын болады уже. Жекеге шығасыздар. Дәл осы Альфардқа бронь жасаймыз. Жігіттер, 2007 жылғы Альфард 3 куб, 4 ВД, 4 аяғы тебет. Комплектациясы өте жақсы. 115 мың километр жүріп тұр. 2 есік электро, багажник электро, комбинированный орындықтар, кожа алькантаро, так, монитор. Комплектациясы өте жақсы екен. Шторы барлық терезесінде. Салон өте тап-таза. Қараңыздар, тазалығын. Так, артқы камера, алдыңғы камера тоже бар. Және де айнасын қараңыздар. Повторитель зеркало. В общем, барлығы четко. Бұйырса, бұның да бағасын келісіп жатырмыз. Интерес болса, нақты WhatsAppқа шығасыздар. Перекидке өте жақсы жасалған. Барлығы четко ауысқан. В общем, мына көлікті алған адам мүлдем өкінбейді. Мына жақта алдыңғы сиденьеде кішкене міне осындай жыртық бар. Атақ қалғаны барлығы четко. Мына Альфард жаңағы кожасы тіктіріледі, және де химчискіге салынады. Барлығы сол біздің услуганың ішіне кіреді. Бұйырса, жарқыратып беретін боламыз. WhatsAppқа тіке шығыңыздар, интерес болған адамдар. Кеттік. Ассалаумағалейкум жігіттер, Honda DC 2007 жылы. 2 есік электро, люк. Состояниесі өте жақсы. 158 мың миль. 2 есік электро. Люк. 4 кожа. Кожаның состояниелері идеально. Алдынан слегка удар болған. Мало поврежден. Көлікті Қазақстанға дайындалады. Иншаллах, Алла бұйыртса, Қазақстанға кетеді көлік.
кімге интересно, хабарласыңдар. Жігіттер, ассалаумалейкум. Subaru көріп тұрмыз. Outback 2012 жылғы 2.5 121 миль жүріп тұр. Бұл енді көзге түскені полный родной краскіде тұр. Не битый, не крашеный конкретно. Мотор коробка барлығы жақсы дейді. Уалейкум ассалам. В общем, звондап сөйлестік хозяйнымен. Қазір келе алмайды хозяйны. Мотор коробка проблема жоқ дейді. В общем, салон таптазейшн, подогрев сиденья бар. В общем, салон таптазейшн көріп тұрғандарыңыздай. Интерес болса хабарласыңдар, жақсы көлік ұсынып тұрмыз. Так, Қазақстанға бұл 4 миллион 900 мыңға барады. 4 миллион 900 мыңға кіріп барады Қазақстанға. Интерес болса хабарласыңдар. Тағы бір Subaru Outback 2012 жылғы 2.5 малоповрежденный. По винкоту капот көтерілген. Қалған барлығы нормально. Даже міне страховоймен тұр. Ар жағы дәл сондай. Бұның комплектациясы кішкене жақсылау. Люк, кожаный салон, тоже подогрев сиденья бар. Мультируль, задний камера. Сыртында азғантай мынандай даже қолға да кетіп жатыр. Сарапка сияқты көрініп тұр, по идее. А так, состояниесі жақсы екен. Задний камерасы бар. Так, бұл Қазақстанға армян номермен, армян учетпен 5 миллион 100-ге кіріп барады. Егер интерес болса, хабарласыңыздар. Нагульгал жүректен дәл тебеді. 2000 жылғы 38 мың оригинал пробег, авангард, полный комплектация, полный жинақ, полный заводской өз краскісінде тұр. В общем, айтқанда мощь. Люк, кожаный салон. Көрініп тұр ма өзі? Салон тап-таза. Шылдырап тұр ғой. Мотоварк жетіспейді тек. Соска қайда? Соска дейтін не осы ғой.